өзің сияқты ақылды, талантты қыз болсын, иә, Зере. Рахмет, жылы тілектеріңізге, лебізіңізге, қолдауларыңызға көптен көп рахмет. Көрдім, иә, кәдімгідей ерекшелендіріп, пост салып қойыпсыздар өзіңіздің бастамаңызбен, Айдай ханым. Мен айтам ғой, сіз қайта оралған кезде осы студияға қайта астын сызып тұрып, түртіп тұрып, Мисс Қазақстан деп айта беріппін ғой, сол кезде айтам ғой, Алла тағала өзі аузыма салып тұр екен ғой, сені де шет жағасы сондай күтіп тұр деген сияқты өзім қатты тамсанатынмын өзіңізге. Рахмет. Қандай керемет деген сияқты. Таңғалам ғой, кезінде енді медакадемияда оқып жүрген кезде қатар қалай алып жүрдіңіз мына дүниені. Өйткені біздің көрерменнің көзіне тек қана міне шықты, бір жүріп өтті, бір-екі киімін көрсетті, содан кейін міне тәж тақты деп ойлаймыз. Оның артында қаншама күннің еңбегі, қаншама көз жас, қаншама энергия жатқанын енді ғана түсініп жатыр екенмін, Айдай ханым. Шынымен, басқаша бір сезім негізі. Негізі біз сұхбатқа оралсақ деп отырмын, өйткені сені құттықтағаннан бөлек біз сен өзіңнің қандай сезім екенін, жалпы қандай болған біз қатысушыларымыз білгіміз келеді. Қатысушылар, сұрақтарың болса, қолдау көрсеткен едік, барлықтарыңды көрдік қолдаушы ретінде. Негізі Камила бар ғой, бұл мәселе біздің халыққа да өте қызық. Өйткені басында маған да қатысушылар сұрақ қойған еді, қиын ба, қандай қиындықтары болды деген сияқты. Әуелі сен өзің айта кетші, қатысушыларға қалай, қазір кезек берем ғой, негізі дайындала болсын, қандай қиындықтар болды? Енді бұл жерде тек қана бір қимыл іс қозғалыстарды жаттау, жүріп өту қиындығы емес. Бұл жерде кәдімгідей психологиялық тұрғыдан үлкен трансформациядан өттік. Мен өзімді енді бір идеалды шығармын, қарапайыммын, ешкіммен ұрыспаймын деген сияқты сондай оймен жүргем. Сөйтсем, іште әрбір адамның ішінде идеалды адам болмайды ғой, кейбір құрттар болады екен. Және сол құрттарды шығардық кәдімгідей. Эго деген дүниемен жұмыс істедік. Енді басқа қатысушыларға қарағанда кішкене қиындау болды. Өйткені мен өзім кастингке келген кезде таңғалыпты. Басында анкета жіберген кезде мынау мошенниктер шығар, ол өзі емес шығар деп. Соң хабарласып сұрады, сіз расымен де Камила Саянсыз ба деп. Я дедім. Кастингке барған кезде расымен де қатысу ойыңызда бар ма? Әрине, неге десем, ертең кішкене өзіңізді ыңғайсыз сезінбейсіз бе деген сияқты. Бәрібір кішігірім болса да танымалдылығыңыз бар деп. Жоқ, онда тұрған несі бар дедім де, бірақ сол қатысып бастаған кезде мен қиналдым кәдімгідей. Сол жағынан өте қиын болды, мына іштегі эгоны басу өте қиын болды. Кей кезде бір қашып кеткім келген кездерде болды. Бірақ Алланың қалауымен енді оның барлығын жеңдік. Және бұрын оған дейін болған Камила мен қазіргі ішкі жан дүнием сезімдері 10 есе жоғары, екі түрлі бір жаңа адам болып шыққан сияқтымын сол сахнадан. Одан басқа қиыншылықтар біраз болды, енді жаңағы организаторлар тарапынан біраз тексерістер болды. Олар енді бұл жерде тек қана Мисс Қазақстан байқауы, ол расымен де сырт келбеттің сұлулығына өте қатты, назар аударатын дүние ғой. Бойы, сұлулығы. Камила, негізі мисс бізде басқаша жағдай ғой. Біз қалааралық өту керек. Бізде үлкен кастинг болады. Сонда бір қалада кемі бір 10 мыңнан қыз келеді. Бір қалада. Сол қаладан іріктеліп, соңында бір 20 шақты қыз таңдалады. Сонда сен қаладан қалаға, сосын барып республикалық жағдай, сосын барып жаңағы әлемдік деңгейге. Ал сендерде қалай болды? Сол кастингтерде, мысалға, сіздердің кастингтеріңізде сол бойыңызға, жүзіңізге қараса, бұл жерде үлкен әйелдер болғаннан кейін ол сұлулық деген екінші орынға кетеді. Сенің көбіне ішкі жан дүниеңе өте қатты назар аударады екен. Сенің ішкі жан дүниең, сенің жаңағы қаншалықты қиыншылыққа төзе алатындығыңды тексереді екен. Бұл Миссис Қазақстан жобасында 20 мың заявка түскен. Сол 20 мың кастингтен өткен әйелдер арасынан 35 қыз таңдалдық. Соңғы гранд финалға 34 әйел жеттік. Және осы бір ай бойы жүріп жатты ғой, бәрі ойлайды, сахнаға шықты, үш рет жүріп шықты, қалай таңдайды сонда олар деген сияқты. Негізі бір ай бойы бұл дүние жүріп жатыр. Бізді түрлі қиындықтардан өткізді, эмоциональный качеляларға салды, түрлі психологтар, спикерлар келді, бізді сынады. Және сол жақтан сүрінбей өткен 34 әйел негізі. Құрметті көрермен, біздің мерекелік эфиріміз жалғасып жатыр. Бізбен бірге болыңыздар. Ортада Камила ханым отыр. Кеше ғана Миссис Қазақстан Юниверс атағын иегері. Алла қаласа осы жылы әлемдік деңгейде біздің елімізден
өнер көрсететін боласың, иә. Енді бізді қызықтыратын сұрақ, Камила, көрермендердің сұрағы. Жалпы бұл байқауға қатысу үшін не істеу керек дейді? Менің өзімде Инстаграмнан көрдік, яғни жарнамасын, Миссис Қазақстан жобасы басталайын деп жатыр, қатысыңдар дегенді, бірақ анам жіберді маған соны. Жіберді, сонымен заявка лақтырдым, болды. Одан кейін жаңағы заявкалардың арасынан теріп, хабарласып шақырады бір күні кастингке. Сол кастингке барып өтесіздер. Осындай қиын емес, иә. Ол жерде бір кастинг болады дедің ғой? Иә. Камила, мен былай екінші рет отыруым студияда. Бұдан 6 жыл бұрын сендердің Әлібек екеуің тойында Шақкерім екеуміз жүргізгеніміз есіңде ма? Әрине. Қазір енді содан бері 6 жыл өтіп кетіпті. Негізі Камила мен Әлібектің тойын біз Шақкерім екеуміз жүргізген болатынбыз 6 жыл бұрын. Содан бері 6 жыл өтіп кетті, міне жарқырап алдымызда отырсын, құтты болсын жаным сол. Осы жылы біздің еліміздің абыройын көтере бер. Жеңіспен оралуыңа тілектеспіз. Алла қаласа жолың ашық болсын, шығарып салайық сені. Көп рахмет баршаңызға. Сізге де рахмет, Айдай ханым. Құтты болсын. Қолдауыңыз үшін Айдай ханым өте қатты қолдады мені. Кәдімгідей дефилеңді де үйретіп берем, бәрін үйретіп берем. Сен ештеңеден қорықпа, міндетті түрде басты жүлделердің бірін аласың деп Алла тағалам үйіп төгіп берсін сол ниетіңізге. Қатысушыларға да көп рахмет. Республика сарайын әбден шулатты. Қатысушылардың арасында ең жаңағы қатты қолдау менде болды деп есептеймін. Оның барлығы сіздердің. Әсіресе Нұрсұлтан дауыс шықты дейсің ғой. Иә. Сол қатысушыларымызға, әріптестерімізге және барша мені қолдаған, дауыс берген қазақ еліне алғысым шексіз. Көп рахмет. Бәрекелді жаным сол. Рахмет. Сау бола ғой.